Сәлем құрметті Дарын онлайнның YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің тақырыбымыз идея қалай табуға болады деп аталады. Олай болса жақсылап жайғасып отырыңыз, сіздерге барынша пайдалы боламыз деген ойдамын. Бірінші идеяны табу үшін сіз мен не істей алам деген сұраққа жауап беріңіз. Басыңызда не келеді, барлық ойларыңыздың барлығын жазып шығыңыз. Өзіңіз осы идеяларыңыздың барлығы біткеннен кейін екінші этап мен не істей алмаймын деген сұраққа жауап беріңіз. Адамның басы жоқ дегенге яға қарағанда көбірек информация, көбірек инсайттар береді. Барлық өзіңіздің мен не істей алмаймын дегендерінің керісіншесі сіздің мен не істей аламға алып келетін идеяларды жазуға тырысу керексіз. Үшінші этап ол егерде осы екеуінен идея таппасаңыз, ол кеңесші деп аталады. Яғни маған Илон Маск қандай кеңес беретін еді, немесе өзіңіздің кумиріңіз сізге қандай кеңес берер еді. Сол кумиріңіздің айтқан кеңестеріңіз арқылы сіз одан да үлкен масштабта идеяларды ойлап табуға мүмкіндігіңіз пайда болады. Төртіншісі ол метод случайной стимуляции. Оны жасау үшін сіз кез келген кітапты алыңыз да сол кітаптың ішіндегі 10 сөзді теріп жазып шығыңыз. Сол 10 сөзге қатысты сіздің басыңыздағы идеяларды одан ары қарай дамытуға мүмкіндік болады. Мысалға айтатын болсақ, кітап десе сіз кітапқа байланысты не істей аласыз, немесе ресторан десе сіз ресторанға байланысты не істей аласыз. Сондай идеяларыңызды одан да ары қарай дамытуыңызға болады. Келесі біздің бесінші этапта ол реверсия деп аталады. Осы 4 этаптан кейін болмаса, онда сіз бір затты алып тастап, ары қарай идеяңызды дамытып көріңіз. Мысалы, сіз егер ресторан деген бизнес ашамын деген идеяңыз болса, онда ресторанда бір нені алып тастауға болады. Мүмкін поварды алып тастасаңыз, сізде аутсорсинг арқылы тамақ жасау деген басыңызға идея қалады. Егер де сіз зданияны алып тастайтын болсаңыз, онда сіз франшизамен Макдональдс сияқты сеть жасау деген басыңызға идея келуі мүмкін. Немесе мысалы уборка жасайтын адамдарды алып тастасаңыз, онда аутсорстағы клининговый компания деген басыңызға келуі мүмкін. Официант алып тастасаңыз, онда робот, который адамдардың барлығына тамақ таситын, сондай басыңызға келуі мүмкін. Яғни осы арқылы сіз реверсия арқылы бір нәрсені бөлігін алып тастап, ары қарай идеяңызды дамытып көрсеңіз болады. Ең соңғы 6-шы этап, егерде тағы идея келмесе, онда ол басқа адамның көзқарасы деген идеяны қолданып көрсеңіз болады. Яғни бұл да бір метод. Сіз өзіңіздің ресторанды алатын болсаңыз, сол жердегі повардың көзқарасымен өзіңіздің бизнесіңізді қалай дамытатын едіңіз, кассада тұрған адамның бизнесімен өзіңіздің идеяңызды қалай, жұмысыңызды қалай дамытатын едіңіз. Яғни болмаса сіз өзіңіздің ата-анаңыздың көзқарасымен, әртүрлі адамдардың көзқарасымен осы өзіңіздің идеяңызға қарап қалай дамытар едіңіз, соған жауап берсеңіз болады. Осындай 6 методты сізге біз ұсынамыз. Сол арқылы сіз өзіңіздің идеяңызды табасыз деген ойдамыз. Олай болса, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Бітті, болып жетеді.